20 сәуір ұлттық кітап күні. Осыған орай Шоқан Уәлиханов атындағы Жамбыл облыстық кітапханасында кітап ұлттық рухани тірегі атты тағылымды кездесу өтті. Іс-шараға Қазақстан Республикасы еңбек сіңірген қайраткері, педагогика ғылымдарының докторы Махметғали Сарабеков пен студенттер қатысты. Басқосуда профессор өз өміріндегі кітаптың орны, білім мен ғылым жолындағы тәжірибесі туралы ой бөлісіп, жастардың кітап оқуға деген қызығушылығын арттыру жолдары жөнінде құнды пікірлер айтты. Сонымен қатар кітапхана қорына арнайы кітаптарды сыйға тартты. Кездесу барысында әндер шырқалып, кітапханашылар кітап пен руханият тақырыбында өлеңдер оқыды. Интернет заманында өкінішке орай жастар кітап оқымайтын болды. Көп жағдайда жастармен кездескен кезде сол сұрақтан бастаймын. Өткен аптада, өткен айда, өткен жылда қандай кітап оқыдың деп, көп жағдайда кітап жастарымыз оқымайды. Өткенде бір кездесуде бір жасым айтады, жаңа кітап не қыламыз оқып, бәрі интернетте бар ғой деп. Мен айтармын, кітап пен интернеттің арасында үлкен айырмашылық бар. Интернет кітап сияқты адамның көзқарасын, оның ішкі дүниесін, рухани байлығын, оның санасын, оның сана сезімін қалыптастырмайды.